Уф, нуп. Досым-ай, ё-моё, суға батып өліп қалады деп ойламадым ғой мен сені. Қаншама тірліктер істедік екенбіз. Бұның дұрыс болмады енді, не істеймін енді? Амал жоқ. Жатқан жерің жайлы болсын. Қараңғы жерің жарық болсын. Қайтайын мен енді өз ауылыма, екем салған. Бекш. Сағынай? Сако, қалайсың? Жақсы Бекш, өзің қалай? Нормаль, сен біздің ауылға көшейін деп келдің ба? Сол сендердің ауылдарына келейін деген бір құспен хат беріп жіберем деп едім, құс таппадым мен. Сол общем келдім өзім жаяу бірдеме. Че там? Настроением біртүрлі ғой. Жақсы болды ғой. Көзің қып-қызыл болып жылағың келіп тұр ғой. Досым суға батып өліп қалып еді. Нуп дейтін. Нуп 2010-2021. Жап-жас 11-ақ жасайды сол, ё-моё. Кетіп кетті ма не? Суға батып кетті әр жақсы жындың. Ё-моё, қалай батырып жүрсіңдер оны? Құдық салып атқанбыз ғой. Құдықтың астынан су шығады. Анаған жіпті берем ғой, жіп үзіліп кетеді, су сол құдықтың астына батып кетеді. Ё-моё, иман досым Нубик. Жүр енді кетейік енді, жақсы иман досым. Жарайды. Артық айырлы болсын, кеттік алына. Так, мен саған аяқта күн деген бетіме шөлпет түсіп тұр ғой кәдімгідей. Че там ауылың ар жақта емес пе сенің? Жоға, ол ауылға бармаймын қазір. Жүр, наяққа барайық. Ой, ол ауыл дейтін. Мен қуып жіберген, мен түрмеге салып жақпақшы болды ғой, біз Нуб екеуміз қашып шыққанбыз. Жаңадан екеуміз ауыл соқтық қой мінекей. Енді адам іздейміз енді осыған кішкене жататындай. Ана Нубқа примерно наказание дейсің ғой. Түрмеге отпаса да қайтыс болып кетті. Сол ғой, ажалы келіп тұр ғой. Достар, көбілеріңіздер менің видеомда подписаться етпей көреді екенсіздер. Және де мені бар жоғы 756 подписчик қана давайте 1000 подписчикке жеткіздік. Ол үшін қызыл кнопканы басамыз, подписаться деген, және қасындағы колокольчикті все дегенге қойып қоямыз. Сол кезде достар, сіздер видеоны жіберіп алмай көретін боласыздар. Және де бірінші болып. Не істейміз енді? Вот, мынау біздің ауыл, мынау біздің құдық. Мынау ма? Дерске екені құдықтардың бар ғой, езі. Мынау жай әншейін кеттік, ар жаққа біздің үйді көрсетейік. Давай кеттік. Мына жақта үйлер жартылай салынбаған. Мынау ше не? Кузнец. Дерске ғой мынау. Пока что енді салынып жатыр да бұл ауыл. Осы жақыннан өткен. Енді көтеріліп жатқан ауыл ма? Мына жерді сияған үй қылып берейін ба? Подарить етіп, ремонтта болсаң әдемі болады. Давай күшті. Болмаса мына үй мінекей. Пока что әлі дұрыс салынған жоқ. Төбесі бәрі. Өзінің туалеті бар ішінде, мына жерге туалет қылып салбасаң болады. Мына үй кен сияқты ғой, кішкене әдемі сияқты ана үйге қарағанда ше? Болмаса мына үй бар, кей бері кел. Терезесінен кіре бер. Мынау жоқ, бұл кішкентай сияқты. Мынау біз Нуб екеуміз мында жатып жүргенбіз, ошым. Таста ошым. Екеуміз. Жылы да, кішкентай жер болса да. Дұрыс. Екеуміз осы жер жатып, бірінші осы үй салдық, одан кейін алар кетті. Анау жақта магазин ошым. Жүзіп барасың ба? Жүзіп барасың тош. Алса. Примерно жүзіп баратқанда сен жерлеп отпайдың досым. Жоғы, қайықпен ғой. Мынау шахта әзірге үйінде қазылып отқан. Бізге материал керек болмасын, шахта қазып кеткенбіз ғой, прикинь да атау. Так. Сол де, мына ауыл кішігірім екен жалпы. Жүр, наяққа барса, о жаққа кірме. Жарайды. Ол жақсы потом көрсетем, жүр, ол қыза емес просто. Мына жақта да неме бар. Мен әлі үй салған жоқпын, кейін салам, кішкене көтеріп алайын, адамдар келіп. Малдар бар екен ғой аяқта. Малдарды асырап үйсін, не істейміз? Дұрыс. Примерно шашлик пісіреміз дейсің ғой. Шашлик пісіруге керек болады да. Мына жақта ошын. Осынен башня анау. Су жақтан біреуге атқан кезде осы жерін қараймыз. Ошын. Дұрыс. Ар жаққа да бір башня салып қою керек екен. Ауыл жақтан көріп отыратын ше. О жақта бар ғой, ауыл жақтан көріп отыратын, әне? Мына башня. Бар екен ғой, болды. Бұл башня дейтін ойбай. Ұзақ салдық бұны, материал дейтін қымбат. Қымбаттап бітті бәрі масқара. Сол ғой, ё-май. Ауылды қарап отырамыз осы жерден. Біреу-біреуге атса,
В общем, атысып, в общем. Бірақ Дұрыс, пока что дұрыс. ешкім келген жоқ сол. Қорқып жатыр ма шетелдер? Жүрсей. Мен саған бірдеңе көрсетем. Кеттік. Мынаны қара. Мынау не? Мынау ауылдың картасы жаңа нәуір жақтағы. В общем, мына жерде пирамида тұр. Тиме қолмен ұстама бұған. Оробандай не істеме. Вот біздің үй мына жақта болса, вот мына жақта пирамида. Пирамиданың астын қазып, мыналардың үйлерін жарып кетуге болады. Қош. Иә. Мен ау тұрған көріп тұрсың ба, мынау қара немене ақ жолақ трассаны. Сол мен салып берген ғой. Да, ну. Бұл ешектер менің еңбегімді қадірлемей, мен қуып жіберді. Неге қуып жіберді? Шынында екен ғой олар, мен ойласам сендер кінәлі болды деп. Одан кейін малдарын алып кеттік қой біз. Малдарын алып кеттік. Ну айтты оны маған, мен емес па идея, мен ондай арамске емем жоқ қой. Нұптың планы ма? Так, онда, короче, бүйту керек қой, қарасай. Қазір алдымен мына жақта кішкене реттес тұрып, қылыш анау бәрін дайындап, қайық дайындап, түнде шығып кетіп, пирамиданың астымен барып тихара. Үйлерін жарып кету керек қой, онда кек қайтарып ше. Онда болмайды ғой, мына жер салып бердің сен. Сол ғой, ё-май. Бірінші адам жинау керек. Басқа жекелерді әкеу керек бізге де, мыналарды емес. Жұмыс істейтін болады ғой мынау. Бақырлар ма? Астық бәрі өсіп кетті, ке берген астықтар жиналайық. Қазір астың өртін сосын. Мені аяқтам. Артында. Болды, кеттік. Күн түсіп кетті ма, басыма бір бәле болды ғой деймін. Иә, сол мына жағы ыстық. Плюс 50 градус дейді. Азар. Әр жақ вообще ыстық, жаңағы жерлер тұрады. Пустыня ғой. Так, егіндіктерді қайтып егіп қойық. Біз хотя бы нормально. Топырағы мол күшті екен кәдімгідей. Күшті келеді екен. Фук кетіп істесін бол. Мен аны сындырып қойдым. Жақсы. Енді өспегендердің ма? Жүр кеттік. Сен ананы көрсетейін. Қайсына? Бірінші жармай тұрған жетілдерді бар ғой, сол ауылдың. Аяқта түрме бар менде. Жүр. Да, ну. Түрме қазғамыз ғой, ну екеміз мынаны кішігір үлкейту керек. Сосын мынандай ұсынан түрме қылдыр аналардың бәрін қамасу керек. Ё-майо. Мына асты, мына жағы кабинет болады бастықтың. Че-то мен сен полицей болып едің ғой, оқып едің ғой сен. Полицейский болып істедік қой талай. Че там, қалай заява жазасың ба? Заява? Қумаши маған жазады ғой заява. Мен ғой қабылдайтын заявление. Чорт едің ғой бұрында. Қалай полицейский болмасыз? Заявление жазып жүруші едің полицейлерге. Айтпаса шүйтіп. Ойна айтам. Кеттік. Саған немен көрсетейін? Көрсететін не бар өз? Тым қамады ғой, бәрін көрдің ғой. Ошын демалайық бүгін. Онда мақұл демалайық, сосын ертең ба дайындалайық, конкретно план құрайық, сосын барып шетелдерге шабуыл жасаймыз. Байқадым, кәдімгідей война болайын деп жатқан сияқты. Мына жақ ошын балық аулайтын жер ғой. Мықты. Көлді әдемі болып тұр. Жарайды, қайдасың? Нұп немесіне барам мен ар жаққа. Үйшігіне, ағашын үстіндегі. Жарайды. Сол жақта ұйықтап жүрмін қазір, нұп саған. Онда бірге жатайық. Жүр. Барады ғой алтында. Мына жақ жататын жер жоқ қой, ё-май, сасылып жатыр ғой, ё-птегі атташ. Үсті. Мынау не компьютер? Білмеймін, әйтеуір бірден тауыпты. Жарайды. Сындырып таяқшы мына. Онда басымды мен мына сейфқа қойып жата берейін, бүйтіп. Шкаф десей, қайда сейф? Жарайды. Не болса да облыс. Обычно шкафқа. Кеттіге қой ұйықтайық. Таңертең не істейміз? Елші бірдеңе болып жатса, біздің ауылға шаулдап жатса, хабарын бересің ғой, ұйықтап жатқан кезде біреулер шаулдап кетуі мүмкін бізді. Давай, обязательно. Что так?